Вал-хаққу субханаху яқул. Аллах субханаху ва тааля былай деп айтады: Фазкуруни азкуркум вашкурули ва ла такфурун дейді. Мені еске алыңдар, мен де сендерді еске аламын дейді. Маған шүкір етіңдер, мен міндетті түрде арттырамын дейді. Демек, бұл аятпен Алла Тағаланың айтқысы келіп тұрғаны, кез келген нәрседе Алла Тағаланы еске алыңдар. Алла Тағаланы беріп жатқан нығметінде, бізге беріп жатқан сыйында, сауабында, Алла Тағала біздің айыбымызды жасырып жатқанын сен есіңде сақтап отыр. Айтып жүр соны өз ішінен. Фи рахматихи, Алла Тағаланың рахымын сен айтып жүр өз өзің. Фи таубатихи, сен тәубе еткен кезде Алла Тағала сенің тәубеңді қабыл ететінін сен есіңде сақтап жүр соны. Ұдайы сол нәрсені есіңде болсын деп жатыр Алла Тағала осы аятпен. Фалтазаккару ни'амаллахи алейкум ва фадлихи фала тансу. Сендер Алла Тағаланың нығметін есте сақтаңдар да оны ешқашан ұмытпаңдар. Фалтаишу даиман фи зикри ман ан'ама алейкум. Сендерге осындай нығметтерді беріп жатқан Алла Тағаланы әрдайым есте сақтап отырыңдар дейді. Дәл солайынан өмір сүріңдер дейді. Фаллаху субханаху ва тааля юриду мин ибадихи аз-зикр. Алла субханаху ва тааля өзінің қолынан еске алғанын талап етеді дейді. Қалайды сол нәрсені Алла Тағала. Ва хум куллама закаруху субханаху ва шакаруху шакарахум ва задахум. Егерде әрқайсымыз осы жерде отырған сол нығметтерге біз шүкір ететін болсақ, Алла Тағала не істейді дейді? Сол шүкірлеріңе арттырып берем деп отыр Алла субханаху ва тааля. Ва Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям яқул. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде былай деп айтады: Инна лиллахи малаикатун ятуфуна фит туруқи ялтамисуна ахлу зикр. Алла субханаху ва тааляның періштелері бар дейді. Олар жол бойын аралап жүреді. Және де Алланы кім мақтап жатыр екен, Алланы кім мадақтап жатыр екен, кім зікір қылып жатыр екен, сол нәрсені, сол адамдарды іздеп жүреді дейді періштелер. Фаиза ваджаду қаумен язкурун Аллаха танадау. Егерде сондай бір қауымды, бір жерді, мекенді тауып алатын болса періштелер, онда не дейді? Айтады дейді жаңағы қауымға: Ей, сұраңдар, сендер Алланы зікір қылып жатырсыңдар, сұраңдар, нені қалайсыңдар, соны сұраңдар деп айтады дейді. Сонда осы қауым өзінің айтқанын, өзінің сұрағанын періштелер Алла субханаху ва тааляға жеткізеді дейді. Алла субханаху ва тааля айтады дейді: Менің құлым, менің құлдарым менен не нәрсені қалап тұр деп сұрайды дейді. Сонда періштелер айтады дейді: Олар сені таспих қылып жатыр. Біз намаздан кейін не қыламыз? Жалпы отырған кезде Субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар деп біз Алла Тағаланы ұлықтаймыз ғой. Таспих қыламыз ғой. Олар сені таспих қылып жатыр дейді. Сені ұлықтап жатыр. Сені көтеріп қойып жатыр дейді періштелер. Сонда Алла айтады дейді: Олар мені көрді ма дейді. Сонда періштелер айтады екен: Жоқ, Алла, олар сені көрген жоқ. Сонда Алла айтады: Егерде мені көрсе қалай болатын еді дейді. Егерде құлдар мені көрсе қалай болатын еді дейді. Сонда періштелер айтады дейді: Егерде Алла, олар сені көретін болса, олар ғибадатында нық болатын еді дейді. Ғибадатында нық болатын еді. Ыждағатпен тұратын еді ғибадатында дейді. Сені одан да артығырақ мақтайтын еді сені дейді. Одан да артығырақ таспих қылатын еді дейді. Алла субханаху ва тааля сұрақ қояды: Олар не сұрап жатыр менен дейді. Сонда періштелер айтады екен: Олар сенен жәннатты сұрап жатыр дейді. Олар жәннатты көріпті ма деп сұрақ қояды. Жоқ, Алла, олар жәннатты көрген емес дейді. Ал егерде олар жәннатты көрген болса,
Сонда оның жағдайлары қалай болатын еді? Алла, егер де олар жәннатты көрген болса, олар жаңағы ғибадатында тек қана жәннатты сұрайтын еді, олардың мақсаттары жәннат болатын еді дейді. Олардың мынау дүниеден безіп, жәннатқа барғысы келетін еді деп айтады. Және Алла субханаху ва тағала тағы сұрақ қояды. Олар неден құтылуды қалап отыр дейді. Сонда періштелер айтады: «Я Алла, олар тозақтан құтылуды қалап отыр» дейді. Сонда Алла айтады дейді: «Олар тозақты көрді ма?» деп. Періштелер айтады дейді: «Жоқ, я Алла, валлахи олар тозақты көрген жоқ» дейді. Егер де тозақты көрген болса, олардың жағдайы қалай болатын еді дейді. Сонда періштелер айтады: «Егер де олар тозақты көрген болса, мынау жасап жатқан күнәларын тоқтатар еді, босқа сөйлемейтін еді, және де мынау тозақты көрмес үшін бүкілін салатын еді» дейді. Бүкіл ыждағаттылығы сол нәрседе болатын еді дейді олардың. Сонда Аллаху субханаху ва тағала айтады дейді: «Сендер куәсіңдер, мен оларды кешірдім» деп айтады дейді. Сонда періштелер айтады дейді: «Я Алла, қалай кешіресің? Ол жақта бір жай ғана өтіп бара жатқан адамдар да бар. Бірдеңе сұрау үшін жай отырып кетейінші деген адамдар да бар. Дәріске қатысу емес, басқа үшін келгендер де бар» деп айтады дейді. Сонда Алла субханаху ва тағала айтады дейді: «Сендер куәсіңдер, мен оларды кешіремін. Олар сол мекенді иеленушілер, және де сол мекенде отқандар, олар азап көрмейді дейді, қиыншылық көрмейді олар» деп айтады Алла субханаху ва тағала. Алла тағаланың рахымын қараңыз. Жай ғана адам бүйтіп өтіп бара жатыр, кіріп оқып шыға салайын деп ойлады да, бірақ та дәріске қатысып кетті. Енді осы дәрістің себебімен не істеп тұр Алла тағала? Мен оның күнәсін кешірем деп тұр. Алла тағаланың рахымы не бұл енді?